أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. İnşallah Allah subhanahu wa ta'ala қалауымен намаздың ішкі әдептер жайында, яғни хұшу сезімі жолында қандай әрекеттер жасауға болады, ішкі әдептер қандай, сол жайында әңгіме қозғағанбыз. Иншаллах бүгін Allah subhanahu wa ta'ala қалауымен соны жалғастырамыз. Біз өткен дәрісімізде адам намазға кірген кезінде такбир тахрима, яғни Аллаху акбар деп қолын көтеріп намазға кіргеннен кейін фатиханы оқыған кезде қандай сезімде болу керек, фатиханың мағынасына сай адам не нәрсені пікір ету керек, сол жайында бастаған едік. Егер біз шынайы осы сүрені оқып жатқан кезде ияка нәғбуду ва ияка настаин деген сөз, ихдина сиратал мустақим, бізді тура жолға бастай көр деген дұғамыз, альхамдулиллахи раббил аламин, сен Раббысың деген кезде соны сезіну жүрегімізден шығып тұрса, онда біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хабар берген хадисіндегі адамдарға кіреміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, Алла субхана ва та'ала айтты дейді: «Қусимати салату байни ва байна абди нисфайн». Намаз мені мен пендемнің арасында екіге бөлінді дейді. «Нисфуха ли ва нисфуха ли абди». Жартысы маған, жартысы пендеме деді. «Ва ли абди ма саал». Және пендем нені сұраса мен оған беремін дейді Алла субхана ва та'ала. Және хадистің жалғасында айтады: «Яқулул абд». Пендем айтады дейді: «Альхамдулиллахи раббил аламин». Әлемдердің Раббысы болған Аллаға мақтаулар болсын. «Хамадани абди ва асна алайя». Пендем маған мақтау айтты, мені мақтады, маған тәсбих айтты деп Алла субхана ва та'ала жауап береді. Егер ол шынайы жүрегімізден шығатын болса, шынайы жүрегімізден шыққан кезде Алла субхана ва та'ала бізге осылай жауап береді. Және әрбір аятта ар-рахманир рахим деген кезде, малик яумиддин деген кезде, ияка нәғбуду ва ияка настаин, әрбір аятта Алла субхана ва та'ала бізге жауап беріп отырады. Және біз рукуға барған кезде сами Аллаху лиман хамида дейміз. Яғни Алланы мақтаған, Аллаға шүкіршілік айтқан адамды естіді және оған жауап берді деген мағына. Біз альхамдулиллахи раббил аламин десек, ол шынайы жүрегімізден шықса, бізге міне пендем мені шынайы мақтады деп Алла субхана ва та'ала жауап береді. Сами Аллаху лиман хамида, Алла қабыл етті деген сол. Альхамдулиллахи раббил аламин деген кезімізде соны қабыл етті деген сөз. Қашан Алла қабыл етеді, сол кезде сами Аллаху лиман хамида деген сөзіміз расқа шығады. Ал егер ол тек қана тілдің қимылы болып қалса, ойымыздың бәрі басқа жақта тұрса, альхамдулиллахи раббил аламин деп, әлемдердің Раббысы Алла деп тұрсақ, бірақ жүрегіміз басқа жақта, ойымыз басқа жақта, пікіріміз басқа жақта, жүрегімізде Аллаға деген махаббат емес, ақиретті ойлау емес, керісінше дүние тұратын болса, онда ол ешқандай Аллаға мақтау болмайды. Алла субхана ва та'ала ондай тек қана тілден шыққан нәрсеге пендемен мақтады деп жауап бермейді. Ондай болса, сами Аллаху лиман хамида, Алла естіді, мақтау айтқан адамды, оны қабыл етті деген бұл бізге қатысты болмайды. Сол үшін де біз фатиханы оқыған кезде барлық ынта-ықыласымызбен мағынасын сезініп тұрып оқуымыз керек. Сол кезде ол Алла субхана ва та'аламен біздің арамызда екіге бөлінеді. Енді біздің бұл намазымыздан тек қана Алланы мақтау, Алланы ұлықтау болатын болса, соның өзі бізге жетіп артар еді. Алла субхана ва та'аланың бізге өзін мақтауға мүмкіншілік беруі үлкен нығмет. Ал оған тағы да Алланың сауабы қосылса, Алланың жәннаты қосылса, әлбетте бұл еш нәрсеге тең келмейтін сондай үлкен бақыт, үлкен байлық. Біз фатиханы оқып болғаннан кейін артынан қосымша сүре оқимыз. Егер хушуъпен намаз оқымыз келсе, қолдан келгенше оқып жатқан сүрелерімізді түсініп тұруымыз керек. Және әрбір сөздің, әрбір аяттың ақысын беру керек. Құранда Алла субхана ва та'ала бізге бұйырады. Яғни бұйрық аяттар бар. Оның ақысы соған амал ету.
бұйырғандарды істеу. Алла субхана ва тағала бізді қиған нәрселерінен, харам еткен нәрселерден қайтарып келетін аяттар бар. Оның ақысын беруіміз керек. Ақысын беруіміз қайтарғандарынан қайту. Жәннатты сипаттап Құранда аяттар келеді. Оның ақысы сол аяттар оқылған кезде жүрегіміз бір ерекше қуанып, сол жәннатты үміт ету. Құранда Алла субхана ва тағала тозақты және тозақтың азабын сипаттап аяттар түсіреді. Ол аяттардың ақысы, ол аяттар оқылған кезде, оны естіген кезімізде жүрегімізде үрей қорқыныштың пайда болуы, тозақтан қорқуымыз, Алла субхана ва тағаладан бізді сол тозақтан сақтауын сұрауымыз. Оқылып жатқан нәрсемен жүректің арасында тығыз байланыс болу керек. Жүрек соны сезіну керек. Әрбір аяттың ақысын беру керек. Егер жәннат айтылып жатса, жүрегіміз бүлк етпесе, тозақ аяттар айтылып жатса, тозақта азапталып жатқандардың және олардың не себепті азапталып жатқаны айтылып жатса, бірақ біз одан қорықпасақ, жүрегімізде бір үрей туындамаса, солардың қатарынан болып қаламыз ба деп бізде бір кішкентай да болса бір қорқу пайда болмаса, бұл жүрек өлі жүрек. Алла субхана ва тағала бәрімізді бұндай дерттен сақтасын. Яғни бұл дүниенің өзінде, егер біз біреуге қатты махаббат қойсақ, біреуді қатты жақсы көрсек, бір сүйікті адамымыздан хат келсе, хатты ашып оқимыз. Ішінде сені сағындым, сені көргім келеді, өлдім, күйдім, сүйдім деген сөздер жазылса, сіз шынайы махаббат қойған болсаңыз, жүрегіңіз жадырайды, жүрегіңізде қуаныш пайда болады. Егер өкпесін айтып жатса, сіз қынжыласыз. Бұл дүниеде өзіңіз жақсы көрген адамның хатында ішінде мақтау келсе, сағынышын білдірсе, сізде ерекше сезім пайда болса, қанат пайда болып ұша бастасаңыз, ренішін айтып жатса, өкпесін айтып жатса, қынжылсаңыз, қиналсаңыз, қалай қайтадан көңілін ауласам екен, қалай ризашылығын алсам екен деп ойлай бастайсыз. Ал Алла субхана ва тағала бізге өзінің хатын, өзінің кітабын жіберді. Оның ішінде Алланың не нәрседен разы болатыны, нені жаман көретіні, не істесек біз жәннаты болатынымыз, не істесек біз тозаққа түсетіндігіміз айтылады. Ол аяттарды оқып жатқан кезде жүрегіміз сол аяттардың мағынасын сезінбесе, жүрегімізде аяттардың әсері болмаса, әлбетте бұл жүректі емдеуіміз керек. Ол ауру жүрек. Себебі әлемдердің Раббысы Алла субхана ва тағаладан келіп тұрған хатты біз сезіне алмасақ, онда ол біздің халіміздің нашарлығы. Ибрахим ан-Нахаи «Иза самаун шаққат» аспан жарылған кезде, аспан шашылып кеткен кезде деген Құранда аят келеді. Артынша қиямет сипатталып келеді. Сол аяттарды оқыған кезде ол кісі дірілдеп кетер еді деді. Себебі қияметтің жағдайын, қияметтің халін жүрегімен сезініп жатады. Абдулла ибн Умар радиаллаху анхумадан да сондай келеді. Намазға тұрған кезде сарғайып, сондай қорқып, дірілдеп намаз оқыр еді деді. Себебі олар өздерінің Алла субхана ва тағаланың алдында тұрғанын сезінер еді. Және сонымен бірге аяттардың, әріптердің сыртқы ақылары бар. Ол әріптерін дұрыс шығарып, тәжвидімен оқу. Оны да сақтау керек. Мәнерлеп оқу, ақысын беру оқу, жүректе хушуақтың пайда болуына, жүректе қорқыныштың пайда болуына себеп болады. Және намазда тұрған кезде біз Алла субхана ва тағаланың алдында тұрмыз. Алла субхана ва тағала алдында тұрған екенбіз, бүкіл денемізбен жүзімізді Аллаға бұрып тұрмыз. Басқа жаққа көзіміздің ауытқуынан, басымыздың бұрылып кетуінен сақтануымыз керек. Кейде намазда тұрамыз, бірақ көзіміз ойнап тұрады. Мына жақта бір нәрсе болып жатса, көзіміз бұрылып соған қарайды. Мына жақта бір нәрсе болып жатса, соған қараймыз. Ойымыздың бәрі жан-жақта жүреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, имам Абу Дауд, имам Насаи, имам Хакимдер келтірген хадисте айтады: «Инна Аллаха азза ва джалла муқбилун алал мусалли ма лам ялтафит». Алла субхана ва тағала намаз оқушыға қарап тұрады дейді, егер ол бұрылып кетпесе деді. Яғни ол басын бұрып алып кетпесе, көзін бұрып алып кетпесе деді. Адамның ішкі жан дүниесі және оның сыртқы әрекеттері екеуі тығыз байланысты. Егер адамның ішкі жан дүниесі, адамның ойы, пікірі, жүрегі басқа жақта тұратын болса, ойы дүниені қуалап жүретін болса, пікірі базарда болса, жұмысында болса, оның сыртқы іс әрекетіне әсері болады. Себебі адамның жүрегі мен сыртқы іс әрекеті тығыз байланысты. Қашан бізде ішімізде хушуа пайда болады? Намазда Алла субхана тағаланы қорқып тұрып оқимыз. Алланың алдында тұрғанын сезінеміз. Ол кезде біздің көзіміз жан-жаққа кетпейді, басымыз бұрылып кетпейді. Ішкі жан дүниеміз, рухымызбен Аллаға қарап тұрсақ, Аллаға ішкі жан дүниеміз, жүрегіміздің жүзі Аллаға бұрылып тұрса, ол кезде Алла субхана тағала бізге қарап тұрады. Ал егер
ішкі жан дүниеміз, жүрегіміз бұрылып ауытқып кететін болса, Алладан басқа нәрсені ойлап кететін болсақ, Алла субханала тағала бізге де өзінің назарын салмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірде бір кісіні көреді, намаз оқып тұрған. Намазда сақалын ойнап тұрады. Кейбір адамдарда сақалы намазда есіне түсіп кетеді. Қышымайтын жерінің барлығы намазда қышып қалады. Басын қасиет, мұрнын қасиет, құлағын қасиет. Намаздың сыртында істемейтін әрекеттердің бәрі намаздың ішінде істейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сондай іс-әрекет жасап тұрған адамды көрген кезде «Әмма хаза лау хаша'a қалбуху ла хаша'ат джавариху» деген сөзді айтқан. Мына адам, егер оның жүрегінде қазір қорқыныш болғанда, жүрегінде хушуъ болғанда, оның ағза мүшелерінде хушуъ болар еді деген. Қашан жүрегімізде қорқыныш сезінсек, Алланың алдында тұрғанымызды шынайы сезінсек, ол кезде біз артық іс-әрекетке бармаймыз. Артық іс-әрекет жасамаймыз. Бұл дүниенің патшаларының алдында тұрған адам артық іс-әрекетке бармайды, қорқып дірілдеп тұрады. Ал енді бұл дүниенің патшаларының алдында артық іс-әрекетке бармай, бүкіл жан тәнімен соның сөзін тыңдап, соған мән беріп тұрса, ал Алланың алдында тұрған кезде, әлемдердің Раббысы болған, бүкіл пайда зиян қолында болған Алланың алдында тұрған кезде, ойымыз, пікіріміз басқа жақта болса, жүрегімізде қорқыныш сезім болмаса, әлбетте бұл Раббымызды дұрыс танымағанымыз. Біздің жүрегімізде Алла субханала тағалаға деген тиісті орынның болмағаны. Мен өткенде дәрісте айтқан едім, бір жігіт бір кісінің алдынан өтіп бара жатырмын деді. Ташахудте отырғандай отыр. Бірақ екі қолы саусақтарын қытырлатып, сақалын ойнап отыр деді. Алдынан өтіп бара жатсам, қолын бүйтіп маған тосады деді. Яғни өтпе, мен намаз оқып жатырмын деп. Сырт жағына қарасаң, ешқандай намаз оқып жатқанға ұқсамайды деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ондай кісілер жайында айтады: «Әмма хаза лау хаша'a қалбуху ла хаша'ат джавариху». Егер оның жүрегінде қорқыныш болғанда, жүрегінде намазда тұрғандығы, Алланың алдында тұрғандығы сезілгенде, ол Алланың кім екенін шынайы танығанда, оның қол аяқтары, ағза мүшелерде қорқынышты сезер еді дейді. Біз Құранды оқып болғаннан кейін рукуға барамыз. Рукуға барған кезде тағы да жүрегімізде Алла субханала тағаланың ұлы екенін растап, барлық нәрседен ұлы екенін растап, Субхана раббиял азим, ұлы болған Раббымыз пәк болды деп Алла субханала тағаланы қайта ұлықтаймыз. Және жүрегімізде сол Фатиханы оқыған кездегі сезімді қайта жаңартуымыз керек. Рукудан тұрған кезде сами Аллаху лиман хамида, Алла мақтағанның мақтауын қабыл етті дейміз. Ол шынында да Алла субханала тағала қабыл ету үшін Альхамдулиллахи раббил аламин деген кезімізде, Ар-Рахманир рахим деген кезімізде соны шынайы сезініп оқу керек. Олай болмаса, ол тек қана бос сөзге айналып қалады. Алла субханала тағала одан сақтасын. Және артынша Раббана лакал хамд. Яғни, ей Раббым, сен біздің сондай кемістікке тола болған намазымызды, кемістікке тола болған мақтауларымызды соған қарамастан қабыл еттің. Сол үшін саған тағы да мақтаулар болсын деп, артынша қайтадан Раббана лакал хамд дейміз. Біздің құлшылықтарымыз кемістікке тола. Өткен жолы мен бір улама кісінің кітабында келтірген оқиғаны айтып берген едім. Түйеге ғашық болған тышқан. Түйеге ғашық болады, сөйтіп оған өлең жазады. Өлеңді естіп, түйе де оған ғашық болады. Түйені ертіп үйіне алып келеді. Түйе үйіне сыймайды тышқанның. Былай көреді, еш сыймайды. Сонда түйенің айтқан сөзі: сен махаббатыңа жараса үй тап, немесе үйіңе жараса өзіңе махаббат ізде деген екен. Осыны айтып келе әлгі ғұлама айтады: яғни біз Раббымыздың ұлықтығына жараса ибадат қылайық, немесе ибадатымыздың деңгейінде басқа құдай тауып алайық дейді. Астағфирулла. Біздің ибадаттарымыз кемістікке тола, Раббымыздың ұлықтығына лайық деңгейде емес, өкінішке орай. Бірақ сонда да Алла субханала тағаладан бізден соны қабыл етуін сұраймыз. Намаздан кейін де Алла кемістіктермен, кемшіліктермен бірге біздің ибадаттарымызды қабыл ете көр, біз сенің әлсіз құлдарыңбыз деп Алла субханала тағаладан сұраймыз. Алланың қабыл еткен үшін Аллаға да тағы да мақтаулар болсын деп біз Раббана ва лакал хамд, хамдан кафиран тайибан мубаракан фих деп Алла субханала тағалаға тағы да мінәжат жасаймыз. Одан кейін Аллаху акбар, яғни Алла бар нәрседен ұлық. Алла бар нәрседен ұлық деп тілімізбен айтқан кезде жүрегіміз соны растау керек. Егер жүрегімізде басқа нәрселер, дүние Алладан ұлық болса, жұмысымыз Алладан ұлық болса, Алланың дінінен ұлық болса, алдымызға дүниеде сынақ ретінде таңдау келсе, Алланың діні, Алланың ризашылығы, немесе дүние, карьера, жұмыс, мансап, егер біз Алла субханала тағаланың дінін тастап, жұмысты таңдап кетіп жатсақ, карьераны таңдап кетіп жатсақ, яғни күнә іс, мына жерде Алла субханала тағала істеме деп тұр. Бірақ мына жерде дүние, сынақ, азғыру, ақша келіп тұр.
мансап келіп тұр харам жолмен. Біз егер оны таңдап кетіп жатсақ, онда біз үшін Аллаху акбар емес. Яғни Алла барлық нәрседен ұлық емес. Алла барлық нәрседен ұлық дегеніміз, яғни біз Алланың бұйрығын барлық нәрседен жоғары қоямыз деген сөзіміз. Ісімізде оны дәлелдемесек, онда біздің сөзіміз бекер болып қалады. Алла субханала тағала ол нәрседен сақтасын. Аллаху акбар деп біз сәждеге кетеміз. Сәждеге бару, сәждеде тұру Алланың бізге берген үлкен нығметі. Бұдан асқан нығмет жоқ. Қанша адамдар бар, 100 жыл өмір сүреді, одан да артық өмір сүрер, бірақ маңдайлары бір ретте сәждеге тиген емес. Бүкіл адамзат өледі. Күллу нәфсин заиқатул маут. Барлық жан иесі өлімнің дәмін татушы дейді Алла субханала тағала. Мәселе өлуде емес, өліп қалу қайғы емес, қасірет емес. Бірақ Аллаға құлшылық жасамастан 5 күндік жалған дүниеде, дүниенің әурешілігімен соны қуып өтіп кетсек, басымыз сәждеге тимей өтіп кетсе, міне осы үлкен қасірет. Адам болғаннан кейін, бұл дүниеге келгеннен кейін ол әлбетте о дүниеге кетеді. Алла субханала тағала әркімнің уақытын белгілеп қойған. Валикулли умматин ажал. Әрбір адамның ажалы бар. Фаида ажалухум ла ястахирун саата ва ла ястақдимун. Сол ажал келсе, ол оны 1 сағатқа кешіктіре де алмайды, 1 сағатқа, 1 мезетке де ұзарта алмайды дейді Алла субханала. Яғни барлығымыздың уақытымыз белгілі. Бұл өмірден өтуімізбен барлық нәрсе бітпейді. Бұл тек қана қысқа өмірден мәңгі өмірге өту. Өлім деген сол бір өтетін жер, яғни бір өткел. Біз сол өлу арқылы сынақ дүниеден мәңгілік дүниеге көшеміз. Ол бір қайғы қасірет емес. Бірақ қайғы қасірет сол Аллаға сәжде жасай алмай өліп кетсек. Қанша адамдар бастары бір сәждеге тимеген дүниеден өтіп кетіп жатыр. Алла субханала тағала бізге сол сәжде жасауға мүмкіншілік бергені, ол біз үшін үлкен нығмет. Біз Алла субханала тағалаға еш нәрсе өткізіп болған жоқпыз, бізге соны нәсіп ететіндей. Біз Құдайға шүкір мұсылман отбасында туылдық. Кәпір отбасында туылып жатқандар бар. Біз мұсылман отбасында туылуға лайық болатындай не істедік? Алланың қалауы. Егер біз кәпір отбасында дүниеге келсек, ақылымызды істетіп, ақиқат тауып дінге кірер медік? Мұсылман отбасында дүниеге келуіміздің өзі, біздің дінге келуіміздің, намазға келуіміздің жеңіл болуының өзі, бұл Алладан бізге берген үлкен нығмет. Біз ол үшін Алла субханала тағала еш нәрсе өткізіп болған жоқпыз. Яғни бұл Алланың үлкен нығмет. Бізді мұсылман отбасында дүниеге келтіруі, бір діннен екінші дінге өту қиын әлбетте. Біз намаз оқуымыз үшін дінімізді ауыстыруымыз қажет емес, Құдайға шүкір. Яғни Алла бізге сондай мүмкіншілік беріп қойды. Сәждеге баруды бізге Алла субханала тағала нәсіп етіп қойды. Бұл деген үлкен нығмет, үлкен бақыт сезіне білген адамға. Және адамның ең жақын болатын уақыт Аллаға сәждеде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде Aqrabu ma yakunu al-abdu ila Allahi wa huwa sajid. Пенденің Аллаға ең жақын болатын уақыты сәждеде тұрған кезінде деді. Құранда Алла субханала тағала Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға «Васджуд вақтариб» деді. Сәжде жаса және жақында деді. Яғни біз сәжде жасау арқылы Алла субханала тағалаға жақындаймыз. Ең жақын болатын уақытымыз біздің сәждеде тұрған кезде. Біздің ең қасиетті жеріміз жүзіміз. Біздің қолымыз емес, аяғымыз емес. Алла бізді ең қасиетті етіп жаратқан жер ол біздің жүзіміз. Ең ардақты ағзамыз ол біздің жүзіміз. Біз сол ең ардақты жерді ең төмен болған нәрсеге қоямыз, жерге қоямыз. Біз жерге қою арқылы негізінде өзіміздің басымызды өз орнына қойып жатырық. Оның орны сол жер. Ол топырақтан жаралды және топыраққа қайтады. Адамның ең кішіпейілдікті сезінетін уақыты ол сәждеде тұрған кезінде. Адам сәждеде тұрған кезде толық кішіпейілдік сезіну керек. Адам өзінің әлсіздігін сезініп тұрған кезде, кішіпейіл болып тұрған кезде Алланың назары оған көбірек түседі. Ал тәкаппар болып тұрған кезде, менменсіп тұрған кезде, даңдайсып тұрған кезде Алланың назары ондай адамға түспейді. Қарап отырсақ, Алла субханала тағала адамзаттай басқа мақлуқ жаратпаған. Яғни біз көріп жүрген жан-жануар басқаларды. Адамның ағза мүшесі намаз оқуға бейімделіп жаратылса. Сиырды қарасаңыз ондай емес, итті қарасаңыз ондай емес, басқасын қарасаңыз ондай емес. Бірақ Алла субханала тағала адамды намазды оқуға бейім етіп жаратылсын. Яғни бұл біздің құлшылық үшін жаратылғанымыздың белгісі. Сәжде үшін жаратылғанымыздың белгісі. Ертең қиямет болған кезде Алла субханала тағала айтады: "Уақад кану юдауна иля суджуди ва хум салимун." Олар сау саламат болып тұрған кезінде сәжде етуге, Аллаға құлшылық етуге шақырылған еді. Яғни Алла субханала тағала бізге қазір мүмкіншілік беріп тұр. Сәждеде тұрып Алладан кешірім сұрауға, тәубеге келуге бізге мүмкіншілік беріп тұр. Біз соған шақырылдық. Алла бізге соны бұйырды. Қазір соны жасап алмасақ, ертең қиямет күні Алла субханала тағала олар сәжде жасамақшы болады деді. Фәлә ястатиъун, бірақ жасай алмайды деді.
адамның арқасы қақайып қалады, тақтай сияқты болып қалады. Яғни сіздің беліңіз иілмесе, сіз ешқашан сәждеге бара алмайсыз. Сол үшін де біз сәждеде тұрған кезде бұл Алланың үлкен нығмет екенін, біз сол сәждеде тұрып Аллаға жақын болатынымызды сезінуіміз керек. Сәждеден кейін адам тәшәһудке келеді. Тәшәһудте біз Алла субханала тағалаға хамду сана айтамыз. Пайғамбарымыздың Алланың елшісі екенін қайта жүрегімізде жаңалап растаймыз. Пайғамбарымызға салауат айтамыз. Ассаламу алейка айюхан наби. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде келгендей, кім маған салауат айтса, Алла субханала тағала періштеге тағайындап қойған маған сендердің салауаттарың жеткізеді, және мен сендердің салауаттарыңа жауап беремін дейді. Яғни біз соны сезінуіміз керек. Біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтып жатқан кезде Алла субханала тағала бізге соны 10 есе етіп қайтаратынын, біз салауат айтып жатқан кезде соны сезінуіміз керек. Ассаламу алейкум рахматуллах, ассаламу алейкум рахматуллах деп екі жағымызға сәлем береміз. Сәлем беріп болғаннан кейін соңғы намазымыз болғандай сезімде болу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам саллу салата муаддиъ, қоштасушы адамның намазын оқыңдар деген еді. Яғни сізге өлім періштесі келіп, сенің 5 минут уақытың бар, 2 ракат намаз оқып ал десе, сіз қандай сезімде тұрып оқисыз? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге сондай сезімде тұрып намаз оқыңдар деп жатыр. Және біз сол намазды оқумен, сәлем берумен қандай рахат күй кешеміз. Жүрегімізді бір тексеріп көру керек. Адамдар намаз оқып болған кезде екі түрлі қуанады. Біреулер бітірдім ау деп қуанады. Екінші біреулер Құдайға шүкір, Алла субханала тағала маған өзіне тағы бір құлшылық етуді нәсіп етті деп сонымен жеңіл дейді. Екеуі екі түрлі нәрсе, аспан мен жердей. Бір адамға намаздың уақыты келген кезде ауыр тиеді. Тағы да уақыты келіп қалды ма, жарайды оқып алайын. Қиналып тұрып оқиды, оқып болғаннан кейін бітірдім ау дейді. Екінші бір адам азан айтылған кезде рахаттанады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Билал радиаллаху анхуға арихна я Билал, ей Билал, бізді демалдыр, бізді рахаттандыр намазға шақырып дейтін еді. Ол кісілер азанның дауысын естуімен хайя аля салах, намазға келіңдер, намазға асығыңдар деген дауыс естіген кезде қуанатын еді. Неге? Себебі хайя аля фалах, құтылуға келіңдер. Намаз ол құтылу. Намазға азан айтылған кезде қандай сезімдеміз? Намазды бітірген кезде қандай сезімдеміз? Бір жүректі тексеру керек. Және намаздан кейін намазым Алла бұйырғандай болды ма, Алланың ұлықтығына лайық құлшылық болды ма деп адам бір сәт соны ойланып, Алла субханала тағаладан кешірім сұрап, астағфируллах, 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 Алла, қате нұқсандары болса кешір, саған истиғфар айтамын, күнәларымды кешір, ибадатым сенің ұлықтығыңа лайық болмайған болса, сол үшін истиғфар айтамын, Алла кешір деп Алла субханала тағаладан сұрап, адам ұялуы керек. Алла субханала тағала Құранда айтқандай, Бәлил инсану аля нафсихи басира. Әрбір адам өзін жақсы біледі дейді. Әрбір адам өзін жақсы біледі. Адамдар біздің сыртымызды білер, бірақ ішкі жан дүниемізді біз жақсы білеміз өзіміз. Намазда тұрған кезде қандай сезімде тұрмыз, қандай халде тұрмыз, әрқайсысы өзін жақсы біледі. Сол үшін Алла субханала тағаладан ұялуымыз керек. Сахабалар, табиғиндер намаз оқып болғаннан кейін түрлерінен осы нәрсе сезілер еді деді. Олар намаз оқып болғаннан кейін намазымыз қабыл болды ма, болмады ма деп қайғырар еді деді. Біздің Алла субханала тағала 2 ракат намазымызды қабыл етсе, одан артық бақыт жоқ. Жалпы намазымыз қандай сезімде тұр? Осы біз қазір айтып жатқандай сезімде тұр, намаз оқып жатырық па, оқып жатқан жоқпыз ба? Егер шынымен де бүкіл жан тәнімізбен, бүкіл рухымызбен, бүкіл жүрегімізбен намаз оқып жатсақ, намазымызда Алланың ұлықтығын сезініп жатсақ, онда оған қуансақ болады. Ал егер керісінше болатын болса, онда Алла субханала тағала бізді кешірсін. Адам намазды қаншалықты хушуъпен, Алладан қорқып, жалынып, жалбарынып, үміт пен үрейдің арасында тұрып оқиды, соншалықты оның жүрегі тазарады. Соншалықты намаздың оған әсері болады. Және ол сол құлшылығының дәрежесінде жамандықтан қайтады, арсыздықтан тыйылады. Алла субханала тағала инна салата танха анил фахшай вал мункар. Намаз адамды арсыздықтан, жамандықтан тыяды деді. Және Алла субханала тағала адамның жүрегіне нұр береді. Алла субханала тағала Құранда ин таттақуллаха яджъал лакум фурқана. Егер шынайы тақуалық ететін болсаңдар, Алла субханала тағала сендерге фурқан беріп қояды деді. Фурқан яғни айыру. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады: "Ал-ифму ма хака фи садрик." Күнә ол сенің жүрегіңді мазалаған нәрсе деді. Енді біз кейде күнә істеп жатамыз, бірақ жүрегіміз мазаланбайды ол нәрсемен. Жүрегімізде тақуалық болған кезде, жүрегіміз Алланың нұрымен нұрланған кезде күнә істерді сезеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде "Ал-халалу баййин вал хараму баййин" деді. Адал етілген нәрселер анық, арам етілген нәрселер анық.
Ва байнахума умурун муштабихат. Арасында күмәнді нәрселер бар деді. Біз жүрегіміз тақуалыққа толған кезде сол күмәнді нәрселерді сезінеміз. Күмәнді нәрселер біздің жүрегімізді мазалайтын болады. Біз намазда тұрып хушуъпен оқыған кезде Алла субханала тағала біздің жүрегімізді ашады. Адам баласы намаз оқыған кезде бір риуаяттарда келгенде 10 сап періште таңғалады екен, қызығып қарайды екен. Неге? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі хабар бергенде, періштелер Аллаға құлшылық ету үшін, Алланың әмірлерін орындау үшін жаратылған жаратылыс. Бір періштелер бар хадисте келгенде, қияметке дейін рукуда тұрады. Бір періштелер бар қияметке дейін сәждеде өтеді. Тағы бір періштелер бар қияметке дейін қиямда тұрады. Олар ол деңгейден асып кете алмайды. Алла субханала тағала Құран кәрімде олар жайында айтады. Олар айтады дейді: "Ва ма минна илля лаху мақамун ма'лум." Біздің әрқайсымыздың белгілі мақамымыз бар деді. Ол одан асып кете алмайды. Ол тек қана сол Алланың оған белгілеп тағайындап қойған құлшылығын ғана жасайды. Ал адам баласына Алла субханала тағала соның бәрін беріп қойды. Оған қиямды беріп қойды, оған рукуды беріп қойды, оған сәжданы беріп қойды. Яғни ол бір мақамнан екінші мақамға өтіп, Алланың алдында дәрежесі жоғарылау мүмкіншілігі оған берілген. Адам намаз оқып жатқан кезде сол нәрсені сезіну керек. Хушуъпен намаз оқылу керек. Алла субханала тағала "Қад афлахал муъминун", иман келтіргендер құтылды, "Аллазина хум фи салатихим хашиун", намаздарын хушуъпен оқығандар деді. Тағы бір аятта Алла субханала тағала айтады: "Валлазина хум аля салатихим даимун, валлазина хум аля салаватихим юхафизун", олар намаздарын сақтайды деді. Намаздарында дайым дейді. Енді қандай намаз ол? Әлгі айтқан "Аллазина хум фи салатихим хашиун", хушуъпен оқылатын намаз, олар сол намаздарын сақтайды деп жатыр Алла субханала. Оның жемісі ретінде Алла субханала тағала айтады: "Улайка хумул варисун", міне осылар мирасхорлар деді. "Аллазина ярисунал фирдаус", олар мұрагерлер. Нені мұра етеді? Фирдаусты. "Хум фиха халидун", онда олар мәңгі қалады деді. Яғни біздің хушуъпен намазымыздың сыйы иншаллах жәннатул фирдаус. Хушу адамның иманының жемісі, Аллаға деген нық сенімінің жемісі. Оның нәтижесі, жемісі, әсері намазда да болу керек, және намаздың сыртында да болу керек. Яғни біз Алла бізді көріп тұр, Алла бізді бақылап тұр, Алла әрбір әрекетімізді көруші, естуші, оны жазып жатқан періштелер бар деген бізде сенім күшейген кезде, ол намазда да, намаздың сыртында да бізде ешқандай бір өзгешілік болмау керек. Абдулла ибн Мас'уд, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сахабасы, сол кісінің шәкірті, серігі бар еді, Рабиа ибн Хайсам деген. Ол кісі сондай тақуа еді, жүрегінде әрдайым хушуъты сезініп жүрер еді, және әрдайым жүзі төмен қарап жүрер еді. Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анхуға келсе, қызметшісі шығып, сенің анау соқыр досың келді деп айтатын еді. Яғни оны соншалықты жерге қарап тақуалықпен жүргеннен сенің соқыр досың келді деп айтатын еді. Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анху қызметшісінің сөзін естіген кезде күлер еді. Рабиа ибн Хайсамға: "Аллахи, егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сені көргенде еді, қатты қуанар еді", деп ол кісіге айтар еді. Бірде сол Рабиа ибн Хайсам Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анхумен базардың ішінде кетіп бара жатады. Теміршілердің жанынан өтіп бара жатады. Теміршілерді білесіздер, от жағып, отпен темірді қыздырып жатады, соны соғып жатады. Әлгі кісі соны көрген кезде, лаулап тұрған отты көрген кезде, қиямет есіне түсіп, тозақ есіне түсіп, сол жерде есінен танып қалады. Біраз уақытқа дейін есін жинай алмайды. Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анху әлгі кісінің басын тізесіне қойып отырып: "Валлахи, хаза хуал хауф", "Валлахи, міне осы шынайы Алладан қорқу", деп айтқан еді. Жүрегімізде хушу күшейген кезде, иман күшейген кезде, біз Алла субханала тағаланың әрдайым көріп бақылап тұрған сезініп, соған жараса амал етеміз. Бірде сол Рабиа ибн Хайсам рахимахуллахтан: "Сен намазда тұрған кезінде нені сезінесің, не жайында пікір жүргізесің?" деген кезде, ол кісі: "Мен тек қана ойлайтыным, мен не айтып жатырмын, және маған не айтылады, не жауап беріледі, сол жайында ойлаймын" деді. Яғни альхамдулиллахи раббил аламин деген кезде, немесе Аллаху акбар деген кезде, иә, шынында да Алла сен үшін ұлық, пендем мені мақтады деп айтылады ма, маған солай жауап қайтарылады ма, немесе жоқ сен кәззапсың деп намазым өзіме қайтарылады ма, соны ойлап қайғырам деген екен. Тағы да бір басқа тақуа кісілер, Амир ибн Абдулла, ол кісі де намазды хушуъпен оқитындардан еді. Намазға кіріп кеткен кезде жанында адамдар не сөйлеп жатыр, не істеп жатыр, еш нәрсе естімейтін болған. Сол үшін де кейбір ғұламалар айтқан: намаз бұл ақирет ісі дейді. Қашан адам намазға кірсе, бұл дүниеден шығады дейді. Ал сіз бұл дүниеден шықсаңыз, онда дүние ісі сізді мазаламайды, сіздің ойыңызды бөлмейді.
Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu aytadi: "Inna ar-rajula la yashibu 'aridah fil islam wa ma akmala lillahi ta'ala salah." Qila wa kayfa dhalik? قال لا يتم خشوعها وتواضعها وإقباله على الله عز وجل فيها. Bir adam dedi, İslamda жүріп шаша қарады dedi. İslamda dinde жүріп шаша қарады, бірақ 2 ракат намаз толық оқыған емес dedi. Қалайша ол мұсылман болып İslamда жүреді, бірақ 2 ракат намаз толық оқыған емес. Бұл қалай деп ол кісіден сұраған кезде, оның хушуы толық емес. Намазда тұрған кезде үміті, үрейі, жалынуы, жалбарынуы толық емес. Әрқайсымыз ойланып көрсек болады. Қанша жылдан бері намаз оқып жүрік, қанша намаз оқып жүрік, бірақ соны қандай дәрежеде оқып жүрік, қаншалықты хушуъпен оқып жүрік, қаншалықты намазымыз жалыну, жалбарыну болып жатыр, қаншалықты Аллаға мінәжат болып жатыр. Әрбір адам бұл сөзді естіген кезде ойлануға тиіс. Бүкіл өмірін İslamда өткізеді, İslamда жүріп шаша қарады, бірақ 2 ракат намазын толық оқыған емес деді. Алла субханала тағала Құран кәрімде "Фавайлу лил мусаллин", намаз оқушыларға өкініш болсын деді. Ол кімдер? "Аллазинахум ан салатихим сахун", намаздарына немқұрайлы қарайтындар деді. Намаз оқиды, бірақ намазына немқұрайлы қарайды. Осының тәфсирінде кейбір ғұламалар айтады, намазына немқұрайлы қарайтын адам егер намазды ерте оқыса, яғни намаз уақыты кіре салысымен ерте өз уақытында оқыса, ол үшін қуанбайды дейді. Егер намазды кешіктіріп, соңғы уақытына тақап оқыса, ол үшін қайғырмайды деді. Яғни намазды кешіктіріп оқу мұнафиқтердің сифаты. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтқандай, намазды кешіктіреді, соңғы уақытына тақап, соңғы уақытта кірген кезде тауық жем оқығандай тез-тез оқиды деді. Алла субханала тағала ондай намаз оқушыларға өкініш болсын деді. Адам намазды оқыған үшін қуану керек. Әлгінде құтылдым деп қуану емес. Құдайға шүкір, Алла маған осы намазды оқуға мүмкіншілік берді, осы парызды атқардым деп жеңілдік сезіну. Өз уақытында оқыдым, Құдайға шүкір деп. Ал егер өз уақытында оқығанымыз, жамағатпен оқығанымыз біз үшін қуаныш болмаса, кешіктіріп оқығанымыз, асығысып оқығанымыз қайғы болмаса, ол үшін қайғырмасақ, онда фавайлу лил мусаллин, ондай намаз оқушыларға өкініш болсын деді Алла субханала тағала. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам намаз оқиды. Намаз оқыған кезде бір аятты тастап кетіп, намаз оқып болғаннан кейін артындағыларға қарап, мен не оқыдым деді. Сонда артындағылар үндемейді. Убай бин Кааб радиаллаху анхудан сұрайды, мен не оқыдым деп. Я Расулаллах, сен мына сүрені оқыдың, және мына аятты қалдырып кеттің. Бұл аят мансух етілді ме, көтеріліп кетті ме білмеймін деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Алла субханала тағала айтады: "Ма нансах мин аятин ау нунсиха нати би хайри минха". Егер біз бір аятты мансух етсек, яғни үкімі жойылса, немесе саған ұмыттырсақ деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи кезінде кейбір аяттар түскен, бірақ ол аяттар кейін көтеріліп кеткен. Пайғамбарымыз саллаллаху Алла субханала тағала оны ұмыттырып жіберетін еді. Убай бин Кааб радиаллаху анху айтады: "Білмеймін, бұл мансух етілді ме, көтеріліп кетті ме, әйтеуір осы аятты оқымадың" деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Убай бин Кааб радиаллаху анхуға жарайсың деп басқаларға қарап: "Ма балул қаум яхдуруна салатахум ва ютиммуна суфуфахум ва набиюхум байна айдихим ла ядруна ма ятлу алейхим мин китаби раббихим ала инна бани Исраил каза фаалу فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن قل لقومك تحضروني أبدانكم وتعطوني ألسنتكم وتغيبون عني بقلوبكم باطل ما تذهبون إليه". Hadisdə İmam Muhammed ibn Nasr namaz kitabında, және İmam Abu Mansur Ad-Daylami rahimahullah Ubay bin Ka'b'dan, және İmam Nasai'lər келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Бұл қауымға не болған?" деді. Намазға келеді, намазға қатысады, саптарын туралайды, сапты толықтырады. Пайғамбарлары алдында Раббысының кітабынан не оқып жатқанын олар білмейді деді. Яғни пайғамбары не оқып жатқанын білмейді деді. Бәни Исраил қауымы осындай нәрсені істеген еді. Сонда Алла субханала тағала олардың пайғамбарларына уахи етіп, мынаны қауымыңа айт деген еді. Денелеріңмен намазға келесіңдер, денелеріңмен намазда тұрасыңдар, тілдеріңді маған бересіңдер. Яғни тілімен намаздағы тәсбихті басқаны айтып жатады. Ва тағибуна анни би қулубикум, бірақ жүректеріңмен менен ғайып боласыңдар деді. Денесімен михрабта тұр, денесімен мешітте тұр, тілі айтып жатыр, жүрегі ғайып, жүрегі басқа жақта. Тағибуна анни би қулубикум баатилу ма тазхабуна илейх, істеп жатқандарың бос деп, олардың пайғамбарларына уахи етілген қауымыңа сол нәрсені айт деп. Сол үшін де кейбір ғұламалар айтады, бір адам дейді сәждеде тұруы мүмкін, ол сәждеде тұрып, мен Аллаға жақындап тұрмын деп ойлауы мүмкін дейді.
Бірақ оның сол сәжде тұрған кездегі күнәсін қаласындағы тұрып жатқан елді мекеніндегі тұрғындарға шашып жіберетін болса, күнәсі барлығына жетер еді деді. Қалайша ол деген кезде сәждеде тұр, Раббісіне сәжде жасап тұр, бірақ жүрегінде басқа нәрсені ойлап тұр. Яғни Аллаға ең жақын болатын жерде ойы басқа жақта, пікірі басқа жақта, жаны басқа жақта, рухы басқа жақта, жүрегі басқа жақта. Алла субханала тағала ол нәрседен сақтасын. Алла бәрімізді хушуъпен, қорқынышпен намаз оқитындардан етсін. Алла субханала тағала бәріміздің жүрегімізде иманымызды күшейтсін. Шынайы адамды арсыздықтан, жамандықтан тыятын Алла қабыл еткен намазды оқуды бәрімізге нәсіп етсін. Алла бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал қылуымызды, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллахумма ва бихамдик, нашһаду ан ла илаха илля ант, настағфирук ва натубу илейк.